9-қыркүйектен бастап Қазақстанның барлық мектептерінде Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің жаңа жобасы оқушыларға арналған жүйелі таңғы жаттығу басталады. Сабаққа дейінгі қысқа 3 минуттық жаттығу оқу процесінің бір бөлігіне айналмақ. Ол әр аптаның сейсенбі күні барлық оқушылар мен педагогтердің қатысуымен ұйымдастырылатын болады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бүгіннен бастап еліміздің білім беру жүйесінде жаңа кезең басталды. Енді оқу күні басталмас бұрын оқушылар үшін қысқа бірақ пайдалы дене жаттығулар ұйымдастырылады. Абай атындағы мектеп-лицейде бүгін алғашқы дене жаттығуын өткізді. Енді әр апта сайын сейсенбі күні оқушылар, мұғалімдер мен сынып жетекшілері сабаққа дейін арнайы жиналып, қарапайым жаттығулар жасап, күні бойы сергек жүруге күш алады. Бұл бастама балалардың денсаулығын нығайтуға, дұрыс өмір салтын қалыптастыруға ықпал етеді. Қарапайым әрі жүйелі түрде өткізілген жаттығулар олардың зейінін шоғырландырып, оқу процесін тиімді етуге көмектеседі. Біз мұғалімдер де бұл бастаманы қолдап отырмыз. Өйткені сергек, көңілді оқушы табысты сабақтың кепілі. Дене жаттығуларына арналған үзіліс небәрі 3 минутқа созылады, алайда ол қазірдің өзінде оқушылардың ықыласына бөленіп үлгерді. Жаттығулар кешені оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай таңдалып, әр бала қозғалысты ыңғайлы әрі оңай орындай алатындай етіп әзірленген. Біз уақытта сабаққа келеміз. Ұйқымыз ашық болса да шамалы шаршаңқырап қаламыз. Сол кезде бізге сабақ алдындағы жаттығулар сергектік пен көңіл-күй сыйлайды. Түскі мезгілде сабақ оқығандықтан қосымша энергия қажет. Біз мектепке келіп музыкамен бірге қимылдағанда шаршауымыз басылып, сабаққа шабытымыз ашылады. Сабақ алдында жасаған жаттығулар бізді сергітіп қана қоймай, бір сынып болып көңілді бастауға көмектеседі. Айта кетейік, музыкалық сүйемелдеу мен қимылдары министрлікпен бекітілген 3 жас ерекшелігіне арналған жаттығу кешендерін ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығы қызметкерлері жаттықтырушылар мен хореографтардың қатысуымен әзірледі. Жаттығу барлық мектептер үшін бірыңғай форматта қолданылмақ. Алтынгүл Төлегенова, Әлішер Каршыбаев, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев.